Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы HTML-де қаріптің өлшемін, түсі мен түрін белгілеу. Сабақ мақсаты веб парақшаларды әзірлеуде HTML тегтерін қолдану. Кейбір тегтер белгілі бір параметрлермен қолданыла алады, немесе қолданылуы тиіс. Олар ашылған тег элементтеріне жазылады. Бір тегте бірнеше параметр беруге болады. Мысалы, ашылып жатқан фонт тегінің фонт жабылатын тег жазылуы тиіс. Бірнеше атрибуттары болуы мүмкін. Фонт тегіне тоқталатын болсақ, ашылушы фонт және жабылушы фонт тегтер арасында орналасқан мәтін қарпінің түсін, өлшемі мен түрін өзгертуге мүмкіндік береді. Ал size қаріп өлшемін береді. Стандартты қаріп өлшемі 3. Мәтінді фонт size n жабылушы фонт тегтерінің арасына қойсақ, бұл жердегі n цифр оған керекті өлшем беру керек. Size қарпын өлшемін анықтайды. Фонт size теңдік белгісі қосылған I жабылушы фонт. Мұндағы I қаріптің алғашқы өлшеміне қатысты 1 мен 7 аралығында. Төмендегі мысалға назар аударамыз. Color көмегімен мәтіннің түсін анықтауға болады. Бұл түстер 16-лық санау жүйесінің RGB мәнімен немесе 16-лық базалық түстердің бірімен беріледі. Body тегінің ішінде bgcolor параметрін және қажетті түстің атауын немесе оның алты таңбалы кодын жазу керек. Төменде берілген екі мысал бетті қызыл түспен бояйды. Оқушылар, олай болса 115 беттегі практикалық жұмысты қарастырып көрейік. HTML тілінде кестені өзгертетін атрибуттар тізімін пайдаланып, кесте құрауды үйренейік. Блокнот программасында төменде көрсетілген тегтерді жазып, index5 HTML атымен сақтаңдар. Қазақ әріптері веб-бетте дұрыс көріну үшін сақтау терезесіндегі кодировка жолағынан Unicode-ды таңдау керек. HTML коды дұрыс енгізілсе, бірінші суреттегі веб терезе пайда болады. Ең алдымен берілген кодты жазу үшін блокнот бағдарламасын ашып аламыз. Бағдарламада HTML тегінен бастап кодтарды жазып жалғастырамыз. Міне оқушылар, біздің блокнот бағдарламасында жазған кодтарымыз жазылып болды. Енді сақтап нәтижесін алуымыз керек. Ол үшін файлды басамыз, сақтау батырмасын басамыз және жұмыс үстелінен жаңа папка құрамыз. Осы құрылған папканы таңдап, открыть батырмасын басамыз. Енді осы папканың ішіне жұмысымызды сақтауымыз керек. Ол үшін атау береміз. Index5 деп атау беріп көрейік. .html. Жазылған кодымыздың қазақша әріптері көріну үшін мына кодировка тұсындағы Unicode бөлімін таңдаймыз және сақтау батырмасын басамыз. Енді нәтижесін көреміз. Файлымыз сақталған қалташаны ашамыз және тінтуірмен 2 рет басып ашамыз. Мінекей оқушылар, біз әдепкі кезде қарапайым блокнот бағдарламасында кодты жазу арқылы веб-браузерден нәтижесін дәл осылай алдық. Бүгінгі білімдеріңді пайдалана отырып, осы практикалық жұмысты өз компьютерлеріңде орындап көріңдер.